сәлеметсіздер, сіздерге қазір OTO деп аталатын қазір сабақ барысында қолдануға болатын ойын серісімен таныстырып деп отыр. Ой системасына OTO деп жазасыздар. Бірінші шыққан бетке өтеміз. Бұл бетте сіздерге кіру немесе тіркелуді сұрап тұр. Егер бұрын кірмеген болсаңыз тіркелесіз, ал егер бұрын кірген болсаңыз код басасыз. Мен бұрын тіркелгенмін, сондықтан кодты басып кіремін. Енді тіркелуді басатын болсаңыз көптеген нәрсе сұранады. Сізден электронды почтаңыз, паролыңызды сұрайды, және сол паролды ұмытып қалмауға тырысыңыз, өйткені келесі жолы сіз осы ойынға кіргенде қолданасыз. Мен қазір өз электронды почтамен кіремін. Мұнда мен жаңа беттен жасаған ойындарым бар. Енді алдымен жұмыс барысымен танысып өтейік. Мұнда басты бет, мұнда осы OTO программасының басты функциялары, түсіндірмелер көрсетілген. Міне қалай жасауға болатындығы туралы, және мои занятия деген жерде сіздің жасаған тапсырмаларыңыз, результаты дегенде әлбетте сіз жасаған тапсырмаларыңыз бойынша оқушылар жұмыс істейді. Сол оқушылардың результаттарын көре аласыз. Создать занятие деген жаңа ойын жасау сабақ бар. Негізгі сіз ең бірінші жұмысты осыдан бастайсыз. Мына енді тіркелген координада сіздің удалить еткен қажетті емес жұмыстарыңыз тұрады. Ойындарды жасағаннан кейін оны арнайы папка етіп жинақтасаңыз болады, және мұнда бетті көріну үшін мен қазір жаңа парақша ашып, жаңа бет ашып, бірнеше осы ойындардың түрлерін жасап қойдым. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Создать занятиені басасыз. Создать занятиені бассаңыз, міне сізде ойынның бірнеше түрлерінің нұсқаларын көрсетіп тұр. Тегін нұсқасында 5 түрлісін ғана жасауға рұқсат етілген. 5 түрлі, мына көрсетілген шаблондардың ішінен 5 түрлі пайдаланып, 5 түрлі ойын ғана жасай аласыз. Ал ары қарай жасайын десеңіз, ол ақылы. Енді айына ақы төлеп сатып алуға болады. Онда тіптен бұл ойын парақшасы қызықты бола түседі. Қызықты мүмкіндіктері көбірек ашылады егер сатып алатын болсаңыз. Ал енді осы 5 түрмен ғана жасаймын десеңіз, онда басқа электронды почтамен 5-ді қолданып тастаған дейін, басқа электронды почтамен қайта тіркеліп, тағы да 5 түрін қолданып көруіңізге жасауыңызға болады. Жақсы. Ең бірінші оңай тәсілмен бастап викторина құрастыруға болады. Мұнда атын енгізесіз. Мысалы, мен қазақ тілі, 4-ші сыныптың қазақ тілі записін септелуі бойынша құрастыратын болсам, записін септелуі жалпы тапсырмаңыздың негізгі сипаттамасын жасасында. Записін септелуі. Енді записін септелуі бойынша сұрақ қойасыз. Атап секторының сұрақтары. Бірінші атап секторының сұрақтары қателікті. Атап секторының сұрақтары. Математикадан мұнда, егер математикадан болса белгілі бір амалдарды жазыңыз, және мұнда жауаптарын өткен нұсқаларын жазыңыз. Атап секторының сұрақтары кімде нелер, ары қарай кімде нені, келесі кімде неге. Енді осы жерден дұрыс жауапты белгілеп кетейік. Дұрыс жауап белгілеу үшін мына крестиктарды тұтынбасаңыз галочка айналады, яғни сіз мұнда дұрыс жауабын белгілеп кеттіңіз. Кім не дұрыс жауап? Бұл сізге ғана көрініп тұр, оқушыңызға көрінбейді. Ары қарай добавить вопрос дейсіз, басқа сұрақтар қоса бересіз. Тағы бір сұрақ қосу үшін сіздерге түсінікті болу үшін қасиеттіктің сұрақтары. Қасиеттіктің жалғаулары. Әлік септігінің немесе бірінші атап септігінде сұрақ бар септігінің келесі табыс септігінің келесі мыңның әлік септігінің сұрақтары. Жақсы, біз қазір екі сұрақ қана құрастырдық. Дұрыс жауапты белгілеп кетеміз. Бітті. Ары қарай соңғы сұрақ құрастырған десеңіз тағы вопрос қоса бересіз. Келесі выполнено дегенді басқарамыз. Выполнено орындалды деген сөз. Енді сізге дайын генератор ойынды жасап береді. Начать. Атап секторының сұрақтары. Кімне? Дұрыс жауап беріңіз. Келесі екінші сұрақ автоматты ашылады. Мен қасиеттіктің жалғаулары. Әлік септігінің. Мен екі сұраққа да дұрыс жауап бердім. Енді мына жерде мен 2 балл алдым, 12 секундта шештім. Енді таблица лидеров деген жерге шешкен оқушыңыз өзінің атын жазады. Мысалы, Олжас. Өзінің атын енгізеді. Олжас сізде бірінші орында тұр. Кім қателесті? Мұнда екінші орынға кім баяуырақ жауап берді, үшінші орынға сөйтіп ары қарай осылай лидерлерді өзі анықтап береді. Енді осы жерден сіздерге қазір мүмкіндіктерін көрсетейін. Назар. Енді сіз дәл осы ойынның фондарын өзгерте аласыз. Ойын ары қарай оқушыларға қызықты болу үшін мына қараңыздар, Дикий Запад деп аталады. Телеигра түрінде, красная доска, ағаш стөл түрінде, дошкольный түрінде қызықтырақ болу үшін басқа Дикий Запад түрінде жазып көрейін.
Дәл жаңағы ойынымыз тек басқаша тілмен ашылады. Ата сүйіктігінің сұрақтары. Кім не? Керемет па? Керемет. Басқа фонда осы жерден басқа фонды қоя аласыз. Немесе мен странно дейді. Міне, оқушыларға өте қызықты болады. Ата сүйіктігінің сұрақтары. Кім не? Келесі екінші. Мінің қасиеттіктің жағалары, әлексеттігінің. Оқушылар неше күн ары қарай тағы да шеше бергісі келеді. Таблица лидеров деген жерге атын жазады. Показать ответы деп жауаптарын білуіне болады. Показать ответы деген жерде ата сүйіктігінің сұрақтары, дұрыс жауаптар, әлексеттігінің сұрақтары, дұрыс жауап. Дұрыс жауап берген бермеген осы жерден тексеріп көре алады. Егер қате жауап берген болса, начать заново деп оқушы қайта тапсырып білімін сынай алады. Жақсы, осы жерде неше түрлі темаларын өзгертуге болады. Ары қарай осы белгілі бір секунд ішінде шешетіндей уақыт қоюыңызға, бірден таймер қоюыңызға болады. Белгілі бір нелерін осындан оқып отырып настройкалар жасауға болады. Енді осы настройканың астында сізде қанша ұсыныстыңыз, қанша уақытта шешті, кім қанша ұпай балл алды. Мында таблица лидеров деген жерге оқушыңыз атын жазады ғой. Сол мына жерде шығып тұрады, таблица кесте түнде сізге көрініп тұрады. Жақсы, бұл бір мүмкіндігі. Келесі мүмкіндігі, сіз дәл осы викторина түрінде құрдық қой, біз жаңа создать задание деген жерде мына мүмкіндіктердің ішінен біз ең бірінші викторинаны таңдап алдық қой, викторина бойынша таңдадық. Енді осының керемет бір мүмкіндігі, дәл осы заданиеға кірейік. Занятие кірейік. Осы жерден мен құраған ойыныма кірдім. Енді осы викторина түрінде құраған дайын ойынымды келесі мен оқушыларға басқа нұсқада көрсете аладым. Анаграмма, постройте поле, лабиринт түрінде көрсете аламын. Мұнда енді оқушылар жаңағы менен ойнайды. Клавиатураның бағыттарымен, стрелкалармен ойнайды. Міне ата сүйіктігінің сұрақтары деп тұр. Сіз міне қызыл тұрсыз, кім не деген жерге барыңыз. Стрелкамен жүріп отырып барасыз. Бұл енді кішкене жоғарырақ оқушыларға болмаса, біраз уақыт алатындар болмаса, бірақ қызықты. Тағы да бір қызық түрі, осы зат есімінің есептелу деген осы викторина түрінде құрғалым ғой. Мен оны анандай случайно колесоға айландыруыма болады. Осы случайно колесо ең көп қолдануға болатын өте керемет. Математикада әсіресе амалдарды орындап қой. Жазып оқушыларға шешкізуге болады математикада. Немесе басқа сабақтарда осы сұрақтарды жазып, немесе топқа бөлуде оқушылардың мұнда аты жөнін шығады. Оқушылардың аты жөнін жазып алып, басасыз, айналада стрелка қай жерге келіп, сол сұраққа жауап береді. Әлексеттігінің жалғалары. Осы сұраққа талып балалар жауап береді. Мүмкіндігі жоғары, мультфильм құрастыруға болатындай түрлері, диаграмма, палка, мозговой түрлері бұл платный версиясында. Негізі бастаушылар немесе әріптестеріңізбен бірігіп, бір айға жазылымға сатып алып, бірігіп бір аккаунттан пайдалансаңыздар да болады. Папка сағат әркім өзінің жаңағы жасағанын өз папкасында сақтайды, немесе бір мұғалім жасаған басқа мұғалімдерге сабақтан да пайдаланып, сөйтіп ынтымақтастықпен жұмыс жасауға болады. Назарларыңызға рахмет.